2025-тің 1 қаңтарынан бастап жәрдемақы артады. Алдын ең төменгі зейнетақы мөлшері 57.853 теңге еді, ал қазір 2025-тен бастап 62.771 теңгеге өсті. Бір айлық есептік көрсеткіш 3.692 теңге еді, ал енді 3.932 теңгеге өсті. 2025 жылы айлық есептік көрсеткіш 3.923 теңге құрайды. Ең төменгі жалақы 85.000 теңге болады. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 46.228 теңге. АСП-ға төменгі күнкөріс деңгейінің 70% саналады. Сәйкесінше 32.359 теңге адам басына құрайды. Көп балалы аналарға төленетін жәрдемақы 4 балаға 59.183 теңгеден 63.029 теңгеге өсті. 5 балаға 73.988 теңгеден 78.797 теңгеге өсті. 6 балаға 88.793 теңге еді алдын, ал қазір 2025-тен бастап 94.564 теңгеге өсті. 7 балаға 103.598 теңге төленетін еді, ал 2025-тен бастап 110.331 теңге төленетін болды. Келесі, 1,5 жасқа дейінгі төленетін жұмыссыз әйелдерге берілетін жәрдемақы. Бірінші балаға 21.265 теңге еді, 22.648 теңгеге өсті. Екінші балаға 25.143 теңгеден 26.776 теңгеге өсті. Үшінші балаға 28.982 теңгеден 30.866 теңге. Ал төртінші балаға 38.858 теңгеден 34.994 теңгеге өсті. Келесі, тұл жетімдерге әр балаға 51.220 теңгеден беретін еді, ал енді 54.549 теңгеге өсті. Алтын алқа иелеріне және күміс алқа иелеріне төленетін жәрдемақы 25.164 теңге төленеді. Ол өмір бойында төленетін жәрдемақы түрі. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет.